Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жеңіл брокколиден жасалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Өздеріңіз көріп отырғандай көп затты қажет етпейтін тойымды салат. Бірінші 400 грамм брокколиді жуып, орташа көлемде турап аламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызға жарты ас қасық тұзымызды қосып, брокколимізді бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Бірден мұздай суға брокколиді салып алуымыз қажет. Сонда қайнау процесі бірден тоқтап, түсі қанық болып, кітірлеп, брокколиміз жақсы шығады. Ыдысымызға дайын брокколиді 300 грамм черри қызанағын, суы шығып кететіні болмаса, қалыпты қызанақты да қосуға болады. Және піскен жұмыртқа, жүгері қосамыз. 4 ас қасық майонезге 2 ас қасық зәйтүн майын, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, чеснок, укроп қосып, жасалған соусымызды салатымызбен жақсылап араластырамыз. Тез әрі дәмді болатын, дастарханның сәнін келтіретін салатымыз дайын. Ас болсын!